Күлудің жалпы ғалымдарымыз 3 деңгейі бар дейді. Біріншісі, өзі еститіндей және жанындағы адам еститіндей күлу. Бұл қаққаға, яғни дауыстап күлу есептеледі. Екіншісі дихк дейді. Яғни өзі еститіндей, бірақ жанындағы адам естімейтіндей күлу. Бұған дихк деп айтады. Бұл намазды бұзады, бірақ дәретті бұзбайды. Үшіншісі табассум, яғни күлімсіреу, жымию. Бұл намазды да бұзбайды, дәретті де бұзбайды. Бұл жерде дәретті бұзатын амал рукуғы және сәждесі бар намазда дауыстап күлу. Өзің еститіндей және өзге еститіндей деңгейде күлу дәретті бұзады. Бұл жерде рукуғы және сәждесі бар намазда бекер айтып жатқан жоқ. Рукуғы және сәждесі жоқ намаздарда күлу дәретті бұзбайды. Намазды бұзса да, бірақ дәретті бұзбайды.